Маған сорлар туралы айтып бердің, бірақ оның тағы бір тұқымдасы саршұнақтар бар ғой. Иә, сарышұнақтар. Сормен тұқымдас, бірақ денесі ірі емес. Толығырақ айтып берші. Сарышұнақ та сорлар сияқты. Ін қазып, сонда мекендейді. Олардың түрі көп. Қазақстанда бұл мақұлықтың 6 түрі бар. Жазда туысқандарыма қонаққа барып едім. Сол кезде көрдім, саршұнақтар ауылдың шетінде жүре береді екен. Өздері ақылды, мүлде қорықпайды. Шөп аласа жерде жайылып жүрді. Олар Зорман, Қазақстанның оңтүстік аудандарын мекендейді. Ал Алтайда ұзын құйрық сарышұнақтар тіршілік етеді. Оларды көрсең, бірден байқайсың. Түрі мүлде басқа. Саршұнақтар әрдайым қарауылда тұрады, індерінен ұзамауға тырысады. Қауіп-қатер төне қалса, бірден жасырынады. Иә, сарышұнақтың жауы көп. Оны қасқыр, түлкі, қарсақ, сасық күзен және өзге де жыртқыштар аулайды. Әсіресе көктен келетін қауіп көп. Оларға бүркіт, жаман сары, сұңқар сияқты құстар тыным бермейді. Демек, саршұнақтар талай аң-құсты азықпен қамтамасыз етіп, табиғат үшін маңызды рөл ойнайды екен ғой. Иә, солай. Ал күзде осы кеміргіштер мүлде көрінбей кетеді. Дұрыс, себебі ол кезде саршұнақтар жер астындағы індеріне тығылып, қысқы ұйқыға кетеді. Олар жарты жылға жуық уақыт бойы сонда болады. Түсінікті. Демек олармен көктемде қайтадан кездесеміз деген сөз.